40 еркекке зорланған қыз тағдыры. Иә, дұрыс оқыдыңыз. 40 еркекке зорланған қыздың тағдырын өз аузынан естігенде, ол қызды жай ғана ештеңе айтпай, құшағыма қысып, шын жүректен бәрі жақсы болады дегім келді. Ол қызбен біз көп те аз да таныс емеспіз. Жарты жылдай болған араласып жүргенімізге. Бір-бірімізді қонаққа шақырып, күліп ойнап жүретінбіз. Ол қыз өз өмірі туралы тек өміріндегі сәтті сәттерді ғана айтатын. Бір қиыншылық көрмеген адам секілді, әрқашан күліп жүретін. Бойындағы әйелдік қасиетті көрген мен мүлдем ол қыздың басынан осындай қорлықтан өткенін сезбедім де. Бойы ұзын, нәзік, тұла бойы тұнып тұрған әйелге тән барлық қылықтың бәрін сол қызға беріп қойғандай. Арайлым деген атты өзіне шақтап қойғандай келбеті шырайлы. Арай кешкісін менің үйіме 9-дарда келді. Екеуміз тәттілермен шай ішіп, әңгімені алыстан әкетіп отырған кез. Кенет екеуміздің арамыздағы әңгіменің арнасы ауысып, әйелдік қарым-қатынасқа түскенін мен байқамадым. Содан сұрақ қойдым. Ол қыз бұрындары жеткен жетістігі көп. Маған қызық болды, ары қарай неге жалғастырмағаны. Айтып күліп отқан Арай бірден жүзінің түсі өзгеріп, абдырап қалды. Біраз үнсіздіктен кейін өзінің универде өзінің өміріне көңілі толатын қыз болғанынан бастады. Универде оқып жүргенде Талғат есімді бір жігітпен таныстық басталады. Ол жігіт қыздарды сындырудың мастері болуы керек. Арайдың құлағына өзінің қандай дұрыс, әдепті ауылдың қарапайым баласы ретінде көрсеткен. Арам ойын жасыру мақсатында қыздың еркелігін көтеріп, өтірік қамқорлық көрсетіп, аламын деп бос уәде беріп, қызды сендіру үшін де анасымен таныстырып қойған. Күнде кездесу, кішігірім сыйлықтармен өзін джентльмен көрсеткен Талғат кешкісін Арайдың үйіне тағы келеді. Қызды өзімен алып шығып, қаланың шетіне әкеліп, қызға үйленетінін, Арайсыз өмір сүре алмайтынын айтып, қызды бұзып қояды. Бұзып қана қоймай, қызға айтпай, жыныстық қарым-қатынас барысында телефонға түсіріп алады. Қыз сеніп, бәрібір үйленеміз деген оймен жүреді. Келесі күні Арай мүлдем бетіндегі бетпердесін шешкен Талғатты көремін деп ойламаған болатын. Кешкісін шыққаны сол, Талғаттың мінезі өзгерген, бұрынғы ғашық жігіт жоқ. Арайдың өзінің достарымен таныстыруға бір үйге алып барады. Кірсе, 3 еңгезердей еркектер. Үшеуіне күліп, ымыңдасып қояды. Мәнін түсінбеген Арай жігітінің жанында отыра береді. Жігіті біраздан соң Арайды келесі бөлмеге баруын бұйырады. Артынан Талғаттың досы бөлмеге кіріп, бас салады. Қарсыласқан Арайдың даусын естіген Талғат 2 шапалақпен періп жіберіп, бұл менің досым, онда тұрған ештеңе жоқ екенін айтып, жатуға мәжбүрлейді. Сол түні жігітінің үйдегі барлық досымен жатып шыққан Арай өзін өзі түсінбей, үндемей жүре береді. Келесі күні Талғат тағы келіп тұр. Арайдың енді шықпаймын деген қарсылығынан кейін телефонындағы видеоны барлық жерге жаятынын айтып тағы мәжбүрлейді. Осылайша қорыққанынан күнде Талғаттың жаңа достарымен зорлық жалғасын табуда. Ешкімге айталмаған Арай универге баруды да қойды. Жігітінің айтқанын істеп жүрген күннің өзінде Арайдың видеолары өзінің достарына тарайды. Бірден универдегі Бекзат Арайға хабарласып, жалған парақшадан ұятты видео келгенін айтады. Арай сол жерде жылап не істерін білмейтінін айтады. Әлгі Бекзат компьютерді жақсы меңгергендіктен жалған парақшаны бұзып, көп адамға жіберілген видеоларды өшіріп үлгереді. Арай Талғатқа хабарласып, сенің айтқандарыңды істеп жүрмін, неге таратасың дегенде, иә, сен істейсің, бірақ енді одан да көп істейсің дейді. Басында бұны түсінбеген Арай достарының, сен қыз одан да көп ақшаға тұрасың ғой деген сөздерінен кейін өзін сатып жүргенін біледі. Бір ай көлемінде қиналып мүлдем тамақ жемей, ішқұса болған Арай алиментарная дистофриямен ауырады. Су ішсе суды да құсып қатты азып кетеді. Анасы қызының мұндай дертке қалай ұшырағанын білмейді. Арайдан сұраса бөлмесіне тығылып жақ ашпайды.
Анасы әлгі Талғат па сені ренжіткен деп сұраса, Арайдың жаны шардай көзі жан жаққа қарап, дірілдеп, жоқ деумен болды. Анасының аңғалдығына қатты ыза болған Арай, мамама айтсам не өзгереді, қолынан не келеді деп тіс жармайтын. Сол күні кешке Талғаттың телефон шалғанын көрген Арай алғысы келмей жылап отыра берді. Бір кезде анасы бөлмеге кіріп, Талғат сені сұрап жатыр деп телефонды Арайға береді. Бұл қылыққа қатты ашуланып, өзінде амал қалмағанын көріп телефонға жауап береді. Сен жәлеп құтырайын депсің, шық үйдің алдына, әйтпесе анаңа барлығын, нені жайып салатынымды білесің деп өшіріп тастайды. Бойын қорқыныш пен жалғыздық билеген Арай Талғатқа шығады. Шыққаны сол еді, бетінен ұрып, қолынан қолтықтай итеріп нұқып машинаға отырғызады. Неге ерте шықпайсың, білесің менің келетінімді деп ашулана басып, машинаны айдап тағы жаңа достарының астына салып береді. Арай жынданып, қандай күш екенін өзі де білмейді, бақырып болды жетер деп бір ашуланып, бір жылап, киімін киер киместен сыртқа атып шығады. Өзінің қайда екенін білмесе де, көшенің бағытымен қараңғыда жылап, өзегі өртеніп, мына әлемде ешкім қалмағандай, барлық өмір сол жерден тоқтағандай, өзіне жасалған жауыздық пен қорлық жанын жегідей жейді. Көзінің жасын сүртіп болды. Жылама, кегіңді аласың деп біресе іштей әлденеден кейін күбірлеп, мен сені кешірмеймін деген сөздермен ызаланып үйіне келіп, анасына болған жағдайдың бәрін айтып береді. Анасы үшін бұл жағдай қатты ауыр тиеді, себебі өзі ақкөңіл адам болған соң, жан-жағын солай ойлап жүрген. Жақсы жігіттің рөлін сомдап жүрген адамның осындай тірлігіне шыдамай, Арайды ертіп алып полиция бөлімшесіне арыз түсіреді. Арыз түсірген күннен бастап полиция қызметкерлері Арайдың зорлығына қатысты 10 жігітті табады. Солай жалпы саны 40 жігітті анықтайды. Дәлел болған заттар сол адамдар кейбірі видеоға түсірсе, біреулері өзін өзі ұстап берген. Сот шешімі шығып, кәмелеттік жасқа толмаған Арайды нақты зорлады деп 16 жігітті бас бостандығынан айырады.